Саламатсыздар ма? Бүгін біз ерекше кешкі ас жасаймыз. Көреміз. Так, тамағымыздың біз тестасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, және 2 стакан сүт, және 1 шай қасық тұз, және осыны жақсылап араластырамыз. Және 1 ас қасық сұйық май қостық, және 1 стакан ұн қосамыз. Біздің тестамыз блинчиктің, яғни құймақтың тестасы сияқты болу керек. Құймақ сияқты пісіреміз. Тестамыз осындай сұйықтықта болу керек. Құймақ сияқты. Енді осыны ыстық табаға пісіреміз. Қызған табамызға тестамызды құямыз. Табақ қатты қызып тұрса, осындай шариктер шығады. Сондықтан қатты қызып тұрған табаға құю керек. Міне тағы да біреуін көрсетіп жүрейін. Осылай жалғастырып пісіре береміз. Жұмылдырамыз. Енді тамағымыздың салмасын дайындап аламыз. Оның үшін бізге 1 жуа керек. Немесе пияз деп қояды. Ұсақтап тұрамыз. Қызған табамызға фаршымызды саламыз. 500 граммдай фарш керек. Фаршымызды жақсылап қуырамыз. Фаршымызды жақсылап қуырамыз майға. Және тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Қуырған фаршымыздың үстіне жаңағы жуамызды саламыз. Бірге тағы да қуырамыз. 15 минуттай. Және 1 чеснок керек бізге. Және тәтті бұрыш, свежий, бізде замороженный. Фаршымызды жақсылап араластырып,
Қуырамыз әлдеде. Farşımız қуырылып жатыр. Жақсылап. Енді farşımыздың үстіне екі үлкен ас қасық томат қосамыз. Және араластырамыз. Farşımızды араластырамыз томатпен бірге. Так, дайын болған farşımызды пісіріп алған жаңағы тестамыз, яғни қимақ сияқты тестамыздың бетіне біркелкі қылып жайып, осылай біркелкі қылып осылай жайып, үстіне тағы да пісірілген тестамызды қойып, үстіне тағы да farşımызды осылай қайталай береміз, тестамыз біткенше. Так, бетіне енді сыр саламыз. Күштен өткен жақсылап. Енді тамағымызды ыстық духовкаға 180 градуста 5-7 минутқа салып аламыз. Сыры ерігенше. Ал бисмилlah деп дәмін көрейік. Вау. Арасы осындай. Бисмилlah деп дәмін көрейік. Дәмі керемет. Достар, міндетті түрде жасап көреміз. Өте әдемі дәмді шығады екен. Әйелім не дейді екен көрейік. Супер, I'm shocked. Ondan міндетті түрде жасап, жейтін рецепт екен, нағыз. Керемет. Сөз жоқ. Тамағымыз дайын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Каналға қосылып лайк басып комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.